адамсың, сен іздеп шынға шықтым. Ассалауму алейкум достар, сіздермен Қазақ Орта каналы. Видеоны басымен жатып сіздерден де қолдау күтеміз. Біздің каналға тіркеліп және де лайк басуды ұмытпаңыздар, қолдаудан шаршамаңыздар достарыңызға таратуды да. Бүгін бізде FIFA Mobile өзінің бір жаңалықтарымен бөліскен еді. Оларды енді езіп несеп отпаймыз, бірақ енді бізді алда күтіп отқан енді бір айдан кейін әлем чемпионаты болады. Оған байланысты FIFA Mobile қалай дайындалып жатыр, не өзгерді, не айтуға болады, ол жерден не күтуге болады деген сұрақтар бар. Сондықтан да оларды енді өзінің несінде жариялаған еді. Ол жерде өздеріңіз білетін 32 команда сол бұрынғыдай 2018 жылы енді өз басым ойнадым ол жылдары енді сол бір режиммен қалған екен. Бөлек бір арнайы бөлек осындай кәдімгідей еш ұқсастығы жоқ, ұқсастығы бар, бірақ сондай бөлектеніп шығады. Ол жерде тек события жоқ, көп события ойнатылмайды. Өзінің рыногы болады, өзінің составы болады. Ең біріншіден ол жерде сіздерге көбінесе қалай айтуға бір құраманы шыны керек өздеріңіз байлет ететін болсын, или осы FIFA-да ең мықтылардың бір көбінесе Франция, Португалия, Германия сияқты клубтар ғой, солар таңдап алып жайлап жинауға болады. Енді бірден сіздерге Мбаппені, кім болсын, Роналдоны болсын, Мессиді болсын бірге бере салмайды, бірақ сондағы бір резервисті сол осы FIFA-дағы сборная Португалия сияқты ойнап жүрген бронзовый ойыншыларды көбінесе беріп тастайды, жайлап бірден дамайсыздар. Ол жерде енді сіз бөлек сборныйдың ойыншысын әкеліп бір сборныйға тыға алмайсыз, өзінің сол 11 ойыншыны жинауыңыз керек болады. Дамайсыздар, ол жерде өзінің рыногы болады, состав бірден жинап алуға болады. Ол жерде монетаға бір қатты мән берілмейді, өзінің бір монетасы болады, соған да көбінесе сөйтіп жинауға болады. Ешқандай өзгерту жоқ дейді, FIFA-да өзі жариялаған 32 команда. Ешқандай ол кезде осы осы аккаунттарыңызға қазірге міне осы аккаунтқа ешқандай бір көңіл күй бір кіріп кетесіздер, сонымен бірақ нәрсе өзгертетін. Ол кезде событиялар көп болмайды, себебі енді әлем чемпионы болғаннан кейін көңіл күйде енді бір қалай айтуға болады, бір кішігірім событияларды енгізіп отырады. Одан қаттыларын енді салмайды. Себебі енді әлем чемпионаты ол жерде дамуға енді өздеріңіз білесіздер, мастерлері бар, өте жақсы. Енді көбінесе Месси мен Роналдоны күтеді ғой енді. Біздер енді білмеймін, ол кезде ол карточкалардың рейтингі қандай болады. Әрі кетсе мен ойлайтыным сол қазіргідей 90-95 мастерлерінің өзі сондай болады. Элитныйлары, төменгілері сол 80-нен бастап 89-ға шейін болады ғой. Одан кейін артық төмендері болады, 70-тен төмен. Сондықтан да соларды жинап алып, желіп 80 көтеріліп мастер болса, мастерді алуға болады. Пактар өте көп болады ол кезде, шыны керек. Пактарды ашуға мүмкіндік көп болады. Дамып, және содан кейін біткеннен кейін бір ай ойнайсыздар, тағы да бір ай дополнительно беріледі. Содан кейін өзі FIFA алып тастайды. Болды, осы жарайды деген сияқты әлем чемпионатына. Сөйтіп дамып, скриншот жасауға болады. Күптен енді жақсы событиялардың бірі, енді мүмкіндік жіберіп алмау керек деп ойлаймын. Сөйтіп сіздерге кішігірім ретінде айтып жатқаным ғой. Қатты бір дайындалмай қойыңыздар, тек сол берілген неме ойнайсыздар. Осы көңіл күйді енді бар нәрсені өздеріңіз аккаунттарыңызға бөлесіздер деп ойлаймын. Бізде енді кішігірім пак дейін ба, білмеймін, енді 5 сағат ойнағаннан кейін мына жерде жинап қойдым, білмеймін сіздерге қалай болады екен, ашып көрейін деп тұрмын. Кім болса да, Джейми Варди болса да бұйырғаны деп кім шығатын енді бұл жерде деп көреміз. Қатты ойыншы күтіп отқан жоқпын, бірақ енді Босния деп кім екен 100 болса деп ойлап отыр едім, бірақ әттең Демирович деген 95-те беріпті. Жақсы, мына очколарды жинау керек енді. Ең қатты бір белсенді очколарға жинап жатырмын. Жақсы бір Мессиді күтіп отырмын өз басым.
Солай достар, енді қатты дайындалмаңыздар деп айта аламын. Ондай қатты. Өздеріңіз кімді күтесіздер, кімді жанкүйер етесіздер осы әлем чемпионатында, өз ойларыңызды төмен қарай жазып кетіңіздер. Еш қиындықсыз, сіздердің де қолдау ретінде. Солай достар, видеоны аса лайкпен, өздеріңіз білесіздер, каналға тіркелесіздер болғаны. Ал келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.